Мен Сарина Алия Қуанышевна, бастауыш сынып мұғалімі. Сіздерді 3-ші сыныпта қазақ тілі пәнінен өтетін бастауыш атты ашық сабағыма шақырамын. Биология химия пәнінің педагог зерттеуші Хасенова Айсауле Орынбасаровна. Нейрондардың құрылысы, түрлері мен қызметтері. Жүйке жасушасын модельдеу атты 9-ші сыныпта өтетін ашық сабағыма шақырамын. Сатаева Шамсия Темірғалиқызы. Сіздерді 8-ші сыныпта қазақ әдебиеті, кейіпкерлерге мінездеме атты тақырыбындағы ашық сабағыма шақырамын. Мен Бухарбаева Сандуғаш Мирхановна 6-шы сыныбында 2-ші желтоқсанда өтетін Past Simple, Regular and Irregular Verbs атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Байбулова Алмагүл Амановна 3-ші желтоқсан күні 4-ші қазақ сыныбында 3-ші сабақ әдебиеттік оқудан мамандық туралы ойым атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Абдрашева Турсынай Абилқасовна 7-ші сынып геометрия пәнінен тең бүйірлі үшбұрышчат, оның қасиеттері мен белгілер атты тақырыбындағы ашық сабағыма шақырамын. Мен Байжанова Нұргүл Отарбековна тарих пәні мұғалімі. Қазақтардың ру тайпалық құрылымының ерекшеліктері атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Забирова Гүлмира Нұрлаевна бастауыш сынып мұғалімі 4-ші желтоқсанда 2-ші сыныбында орыс тілі пәнінен өтетін 12 месяцев атты ашық сабағыма шақырамын. Мен Ибраева Алтынай Жолшиевна дарын жетекшісі ғылыми жоба жазу жолдары тақырыбында ашық сабағыма шақырамын. Мен Байбулова Айнұр Назарбаевна сіздерді 5-ші желтоқсанда 4-ші қазақ сыныбында орыс тілі пәнінен өтетін профессия Родину защищать атты ашық сабағыма шақырамын. Құрметті ұстаздар мен оқушылар, ашық сабағымызға қатысып, жаңа идеялар мен тың бастамаларға қол жеткізіңіздер. Білім жолында бірлесе отырып, өзімізді дамытып, болашақ ұрпаққа жаңа мүмкіндіктер ашуға мүмкіндік аламыз. Сіздерді сабағымызда қуана күтеміз.